10 жыл парта мен тақтаны, достыққа ашты қақпаны. Бала шақтардың бәрі есте алғашқы ей махаббаттары. Сүркөйлек ақпар тұқпенен келуші қыздары сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сүркөйлек ақпар тұқпенен келуші қыздары сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Қоштасар жылғы ең қимас сәттерім, сағыныштарым көп менің. Қақтырдың қанат қияға қырандай, ей менің мектебім. Сүркөйлек ақпар тұқпенен келуші қыздары сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сүркөйлек ақпар тұқпенен келуші қыздары сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Бойжеткен қайда шашына ақ бантик жүрген тағынып, әке болсақ та әр үйде сендерді жүрмес сағынып. Бойжеткен қайда шашына ақ бантик жүрген тағынып, әке болсақ та әр үйде сендерді жүрмес сағынып. Сендерді жүрмес сағынып. Балауса қыз едің бір кезде, шашың ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл. Көңілің қандай жарған, арманысың қандай жаның, шынарым-ай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Дендеріңіз сау болып, келесі 20 жылдық, 60 жылдық, 100 жылдық мерекелерге жетеді. Мектепке аттаған қадамдарың құтты болсын. Еліміз тыныш болсын. Өзбекстанның, Қазақстанның туылары беріп, жоғары көтерілсін. Сондай шәкірттерді дайындауда, біздің денсаулығымызды жалғастыруда жақсы алға жетістіктерге бермейді. Келген қадамдарымыз елімізге құт береке, аманшылық әкелсін, жақсы ниет тойларда қатынасса. Ой жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарым-ай, сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай. Сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай.
Кезекші. Айқажаев Рахымберген, Айтуғанов Бақтияр, Аллабергенов Азат, Байбұратов Мақсет, Көшжанов Мұхтар, Ешімбетова Зүлбия, Есімбетов Бақыр, Жарылқапова Алмагүл, Жалилева Гүлнара. Кешенеге келмей қалды. Махан Тайыр. Мақтаға бармасын. Қошқарова Айжамал, Ашманова Зейнегүл, Өтегенов Қыдырбай, Сералиев Есен, Тураев Жалғас, Төребратов Құрбанбай, Тәшекеева Айсұлу, Қожанова Майдагүл, Айымгүл, Шуынова Зүлбия, Есімбетов Хамид, Исмаилов Есетбай, Жүрімбетова Амангүл, Келімбетова Сәлімгүл, Құлқаева Абадан. Бәрі жоқ, білместі. Бәрі жоқ, сабақ оқымады. Себепті ауып қалған еді. Класс көп тұр орнына. Құрбаниязова Қызылгүл, Махамбетов Жеткербай, Нұрниязова Ырымқан, Сағымбаева Бибрава, Тілегенов Жаңабай, Қожанова Есенгүл, Отарғалиев Қана. Мен қайбірек қойды? Кім жазасын? Найзаев жоқ қой. Қаппарова Кенжебай. Қаппарова емеспін мен. Найзаева Зұлқарнаев Назарбек. Кім жазды да? Жоқ па шын адам? Харакет книгада мен жазыппын. Книгада бар. Ал онда Бар, ана ішінде оқу бар. Сенат мемлекеттің оқушылары. Ал шықпағанда айташ. Ал айташ. Айтайын. Жоқ, баяны шықтың ба? Айтимов Айрынғали. Мен де бар ғой. Ал онда бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыз қазақ тілден сөйлем. Сөйлем детінен айтамыз. Айтың мұғалімді сөйлемдегі. Бір шама тиянақты аяқталған ойды білдіретін идеяны сөйлем деп атайды. Сөйлем айтылу мағынасы менен интонациясына қарап, нешеге бөлінеді? Бұяқтарын жазмай қойып білемін. Бірінші қабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, бұйрықты сөйлем. Бұйрықты жазуға шықсын. Төртіншісі лепті. Найзаева хабарлы сөйлем. Оңайында қойып саған хабарлы сөйлем. Бір нәрсе жайында. Хабарлайын ба? Хабарлай, мені сұраған дейсің. Бүгін Махамбетов жетен класқа келмеді. Әне сөйлем. Хабарладым де. Хабарладым, иә. Хабарласпай кетті. Хабарласпай кетті. Мен ала кіре қойсын. Әзіз оқушыларым, мектептен түгеткенімізге 40 жыл болып бақты. Мен сіздерге класс руководитель болып 9-10 сыныпта сіздердің рәхбәріңіз болып файлат үйреттім. Әммелеріңіз менің ең жақын, ең бір мудис балаларым, әзизлерім. Әммәңіз менің қанат алып жүріп оқысты тамамлап, әр аяққа, еңгі аяққа қадам қойып, әммелеріңіз ішлеп, тұрмыс құрып, бала шағалы болып, мені 40 жылдан кейін арзығып, бір-біріміз сағынып, ұшырашып отырған екенбіз. Бүгінгі ұшырашып күніңіз мүбәрәк болсын. Әммәңізді шынды естимін, көздеріңізден танимын, әммәңізді жақсы көремін. Енді бір инглиз тілінде сабақ берген едім, инглизше. Енді сұхбатыңызды қызықшылықпен өткізейік. İngilizceler çalanlaşıp koyup, unutmayla kırılıyor. Good morning. Good morning.
Aslama men sizlarga good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. My dear children, I love you for hour. Men sizlarni hammangizga yaxshi ko'raman. Salom sizlarga. Chin dilimdan yaxshi ko'raman. Bir-birimizni unutmaylik. Qayerda yursak ham, qayerda bo'lsak ham, dunyoning shadriga yig'ilsa butun do'stlar didordan bo'lolmas. Ustun degandek hammangiz do'stsizlar, bir-biringizga birodarsizlar, yaqinsizlar, jigarsizlar. Men shu qishloqqa kelib ishlaganimni hech qachon unuta olmayman. Aytilmoqqa o'tirgan va bizlarga direktorchilik qildi, rahbarchilik qildi shu maktabda, tashkilotchilik. Xudoy bergan og'a, Bashir opalar, Aziz, Sharbat, Marziya, Amangul, Tang'atay, shu avlda hammasi yaxshi o'qituvchilar, sizlarga ustozlar. Hech qachon unutib qo'ymayman. Hech qachon unutib qo'ymayman. Ba'zan meni spiska o'qidilar. Hammalarimiz ba'zilar shu yerda shunday quvonchdaman. Ko'zlaringizni ko'rib quvonib ketdim. O'zim bolalarimizlar. Mening eng yaqin farzandimdan kam ko'rmayman shogirdlarimda. Endi qarang, meniki yekuvi jo'g'akan shularni bir eslab olaylik. O'rnimizdan turib, shu yerda çok yaqin shunday chiroyli. Maqsid, jana maqsid, Alloh rahmatiga olsin. Xudoyim bundan keyin qatarimiz kamaymasin. Bolalarimizning oldida, o'stirgan qizlarimiz, ullarimizning oldida, aqtoq cho'luqlarimizning oldida hammasi salomat bo'linglar. Ayramizda tatuvlik tilayman, barkamollik tilayman, ishlarimizga rivoj tilayman. Qayerda bo'lsanglar ham, Olmaotada, boshqa yurtlarda, Nukusda, hamma joylarda bo'lsanglar ham hammasi sog' salomat ko'ring sizlar. Sog' bo'linglar. Farzandlar bizlarning yo'limizni bersin. Mana sizlardan ketib, shunday ketkim kelmaydi. Lekin bu tafsirot o'targ'aliga aytishlarimiz tasbiya qildi. Mudirachilikka sizning menizda usulsiz qildim dedi. Yo'ldasag'ani qizi talqobiy usulsiz qildim degan so'ng mudirachilikka yo'llanma berib, xalq ta'limidan borib 35 yil shu sohada ishlab, O'zbekiston xalq ma'rifatchisi unvonini oldim. Xudoga ming qatla shukr. Tadbirkorlik bo'yicha şu hakimiyatda 3 yıl iş olib bordim. 20 yıl mana shu davlatning ishlarida Xotin-qizlar qo'mitasi ish olib bordim bu yerda. Namunali aynalarda aniqlab, yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda ish qilib, mehnatimizning samarali bog'chada 5 ta sanatoriy guruhlar ochib, shaharning bog'chasiga tenglashtirib, mehnat etib, mehnatimning samarasini ko'rdim. Xudoga shukr. Mana hozir qara ko'zlardan ko'rib o'tirgan hammasi mana shu yoshlarning tarbiyasida, farzandlarning tarbiyasida shu bilan mehnat qilib, shu mana yosharib, hammangiz chiroyli o'quvchi bo'lib o'tiribsizlar bugungi kunda bandada. Xudoyim hamma shunday yaxshi, sog' salomat beringlar. Endi faoliyatimga kelsam, hozirgi kunda nafaqaga chiqdim, Xudoga shukr. Endi xizmatimda shu xizmatimni qadrlab shu raqam unvonlar olib, hozir qarab turganim yo'q. Turish kerak emas. Bizlarga o'xshab, ustozlarga o'xshab, mana prezidentimiz yoshlarga, shunday bir keksalarga, barcha xalqqa, xalqning g'amxo'rlik qilib, xalqqa e'tibor qilib, xalqni qadrlab, shu raqam bilan prezidentimiz sharoitlar yaratib berib turib, farmonlar chiqaryapti. Yosh qizlarni o'qitish bo'yicha qizlarimizga, ayollarimizga bundan keyin ham to'xtab qolmanglar. Hamisha orqa bosib ishlanglar. G'ayrat ko'rsatinglar bolalar. Nega deganda mana hozir mahallada ham ishlayapman. Aqli ayollar ko'pasida yoshlarga ta'lim-tarbiya berish, ishlatib bo'yicha ularga aylanlarda hamma joyda ish olib borib, Xudoga shukr, nebara aqtiqchalarning qurshovida, qo'lim duoda, 3 ta kelinim va farzandlarim hammasi o'qishni o'qitib. Xudoyim sizlarga mening yo'llarimni bersin. Hech qachon charchamanglar. Baxtli bo'linglar. Shunday yashab yuraveringlar. Tez kunlarda bir-biringizni tez so'rab chiqaman qizim. Endi hozirgi hayotimni qisqa ayt. Bir ikkitasini so'rashim kerak. Qizim tur o'rningdan. Allohga shukr. Olmaotada
yapsın. Bundan keyin tanışlar etsin. Aylana, semiyana, densaulıq, barkamallıq bolsun hemsen. Sağlıkta görüşüp durgayımız. Zinegil aynanayın, klasındayın, erkeğin, babasının okuçum. Hazır aytın. Ulan köyü var mı? Ulan kerek emez, koş. Yalnız. Bana, niye? Siz durun. Ben oturayım. Ya, yıkılsam aynasına bir aynadan aytın siz. Allah benim için koyun. Oğlum ayıkama bir şey mi yalan Bunlar iyi olsun. Bunlardan kıyım da ha? Yaxşı. Hiç akıllı yaxşı. Ben осы мектепті бітіргеннен кейін класстан Гүлнар бар, Қыдырбай бар. Үшеуміз финанс техникумына кірдік. Мына үшінші сабаққа кірдік. Одан соң кадрлар болса, педагог істеп жүріп кейіннен заочный университетке кірдік. Бұл жерде келіп, бұл жерде мектебімізге мұғалім болып келдік. Одан кейін Арарата көштік. Одан соң әзім Қаратауда істеп жатырмын. Пенсияға шықтым, және істеп жатырмын. Hem tabii sakatında işledim. Şagatım. Балдарымыз бар. Şagatım. Alkışlar koyunlar. Келесі мұғалім керек кезек бар. Güzel болып sizlere muharrem olur. Herkesin özlerinin uyanık armalarına etkisi kadar. Rahmet gereket tapayız var. Жолық істейміз. Sizlerin olur sizlerin. Kampka muhallim sizler. Biz sizin arkanızda 20 yıl muhallim olup istedim. Sizin arkanızda. Allah'a şükür. Öyle Kuday sizlerin arkanızda, her tarafınızın arkasında. 20 yıl muhallim olup isteyip teginçilik boyunca 3 yılda şagird ayarlar. Artık teginçimen. Ama buna Karalbastan'a tanıklı teginçilerden biri benim. Bunlara söyle. Ben söyledim. Ay, bak ya ne? Bunlar karşıya bakın. Bir dövrün möldiregen aslan edik, bärimizde yazılmagan dastan edik, armandastar kurdastar. Bir dövrün möldiregen aslan edik, bärimiz bir ömür jolun dastan edik, armandastar gayda, abzaldastar gayda, zamandastar kargaşlar gaydeki. Arman kuğan, kıyal kuğan, kezin kayda, kurgu kurdas möldiregen közün kayda, sol algaçlı alavlagan sezin kayda, kaydasınlar kurdaslar. Bir dövrün möldiregen aslan edik, bärimiz bir ömür jolun bastan edik, armandaslar kayda, azaldaslar kayda, zamandaslar kargaşlar kaydeki. Biz dövrün möldiregen aslan edik, bärimiz bir ömür jolun bastan edik, armandaslar kayda, azaldaslar kayda, zamandaslar kargaşlar kaydeki. Haydi! Dostlar her tarafta kettendir mi? Elde bir asulardan göttendir mi? Elde bir armanlardan jettendir mi? Armandaslar kurdaslar. Biz dövrün möldiregen aslan edik, bärimiz bir ömür jolun bastan edik, armandaslar kayda, azaldaslar kayda, zamandaslar kargaşlar kaydeki. Biz
Canım güleyda bugün gün kayda üstü ben salsam ölüm olmayma. Hoş geldin, hoş geldin. Esselamu aleyküm ya. Halay kızı kıymet kızgın dostlar dostlar gözüm kayda ver yere oy canımız biz kalırız kayda kayıplarımız biz kalırız gözüm kayda ver yere oy canımız biz kalırsın olsun ayda biz kayıplarımız erimizdir hakkımızdır mahşurumuzdur bizim dostum şahı her kaşanla özgelir Birge dostlar gözüm kayda verliye oy canımız yes kalırsın olsun ayda geçir kayıplarımız dostlar gözüm kayda verliye oy canımız yes kalırsın olsun ayda geçir kayıplarımız yes kalırsın olsun ayda geçir kayıplarımız Hay Melani. Dostum sizin dostlar dostlar gözüm kayda her yere boy canımız biz kalırsın kayda dostlar dostlar gözüm kayda her yere boy canımız biz kalırsın olsun kayda geçe kayıplarımız Haydi Melani. Aleyküm.
Dаусын шығарса ақыр. Әй, Қарауылда тұрман. Bir muzikadan başka muzika çıkamaz.
мұғалім бересемді оқытқан екенбіз танымаймын ана кішкентай балада оқытып келгенде танымай атпады. Дұрыс айтқанда. Сондай болады. Сау болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Қымбатты шәкірттерім, біз бүгін сіздермен дидар көрісіп отырған екенбіз. Сол балалық шақтарымыз есімізге түсіп жатыр. Бұл Дариға апамыз мені оқытқан ұстазда. Міне мынау Азиз ағамыздан бірге кәсіптес болды. Сонша жылдар өтіп кетті уақыт. Бір майданда кеше сол дүниеңіз әлі көз алдымызда тұр. Міне бір-біріңізбен дидар көрісіп, сондай қуанысып отырған екен. Құдайым мәңгіге болсын. Сол ендігі бір 50 жылдықтарыңа, 100 жылдықтарыңа бірге өткізе бергейсіз, аман есен. Сол бәрі де үлкен болып жатыр, келін түсіріп жатыр, мінекей ақтық шаулық көріп, бәрі сондай бір қуанышта жақсы отырған екен. Құдайым мәңгіге болсын. Сол әмме уақыт жүрген қадамдарың бір құтты бола бергей. Бала шағаларымыздың рахатын көрің, өмірлік жолдастарымызбенен бірге бәріміз. Не деймін, сол қуанышты күнде сіздерді көріп, Құдайым сол бақытты жандар болғайсыз. Сол шаңырағыңызда бір үлкен, бір жақсы күндер бола берсін. Соларыңызға шерік болғаймыз, аман есен айту. Жүздесу бергеніміз дидар көрсіп. Ассалаумағалейкум жиналған жамағат, 8-ші ауыл Бестан махалласының халқы, құрметті ұстаздар, оқушылар, шәкірттер, ата-аналар. Бүгін ауылымызда үлкен бір қуанышты оқиғаның куәсі болып отырмыз. Ол да болса ауылымыздағы білім ордасы болған Қара Шаңырақ Карл Маркс атындағы қазіргі 24-ші орта мектепті мұнан 40 жыл бұрын бітірген түлектеріміз өз ұстаздарыменен алтын ұя мектебіменен келіп бір-біріменен ұстаздарыменен ел халқыменен ұшырасып жатыр. Осы күндерге бізді Алла тағаланың жеткізгеніне мың шүкір. Бәрімізге де ұлы қуаныш болып жатыр. Мереке құтты болсын. Тарих және бір бетін ашты. Ол сендер менен 40 жылдан кейінгі дидарласу мерекеміз оқушылар. Сіз болып, біз болып, аман сау ұшырасуға жазған Аллаға шүкірлік етеміз. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Бұл мектепке қадам баса отырып, түзілгеніне біліп қойың мектептің мұғалімдер коллективі. Алдымыздағы 29-ші жылы Карл Маркс атындағы орта мектептің іргесінің қаланғанына 100 жыл болады. Осыған жетейік. Біз міне Күлайым кімді куә болды, қырмызы біледі. 88-ші жылы осы мектептің 60 жылдығын мерекелегенбіз. Мектептің тарихын жинаңдар мұғалімдер. Музей ашыңдар. Мектебіміздің 100 жылдығын өткізіңдер. Сендерге тапсырма ұстаздар. Міне түзілгеніне 100 жылға шамалас уақыт болған. Осы қасиетті де киелді Қара Шаңырақта осы кезге дейін қаншадан қанша ұстаздар оқыды, сабақ берді, қаншадан қанша тілектер, шәкірттер өмірге өздерінің жолдамаларын алды. Міне осылардың бәрін атын ардақтап, түсін түстеп, аттарын айтып отырудың өзі не ата бабамыздан қалған бір даналық сөз бар. Өткендерді еске алып, олардың бір есімізден шығармай, естеп қоюымыздың барлығымыздың міндетіміз. Сондықтан осы мектеп түзілгелі бері, мысалы осы мектептің іргесін қалап жасаған кезінде мен әкемде осы мектепте жұмыс еткен әскери тәрбие бойынша военрук болған, соғыстан келіп. Міне өткен әруақтарға мейлі ұстаз болсын, мейлі шәкірт болсын, сендерден өтінішім орныңыздан тұрып. Bir minut. Rahmet. Ervaqlar. Екінші, міне өткен әруақтарды да бір қадірлеп алды.
Мен қазір қатты толқып себебі осы елде туылдым, осы мектепте оқыдым. Өзімнің туған мектебімде 40 жылға шамалас еңбек еттім. Еңбегімді бағалады. Өзбекстан Республикасы әртүрлі сыйлықтар берді. Бәріне рахмет. Міне осылардың барлығы есімізде. Міне жаңа қырмызы айтып жатыр. Менің оқытқан ұстазым Дариға апа келді деп жатыр. Менің оқытқан ұстазым Батабайға келмей жатыр. Міне осындай құрметті ұстаздарымыз. Менің бір қанатым, 10 қанатым ұстаздарым, сол қанатым шәкірттерім болып тұқты. Аспанда қалықтап жүрген құстай болып тұр. Міне осы ұстаздар, әлі ұстазды барлық құрметтейді. Әлі есімде мектепке алғаш барғаным, әлі есімде қағаз қалам алғаным. Әліппемен бірге барды, өз қалтаның ішінде асығыммен қарма. Батабайға да өз қалтаның ішінде асығымен қармағын салып барған ұстаздар. Құрмет соларға, тағзым. Әлесінде отырғаным партаға, әлесінде қарағаным картаға, әлесінде жас ұстаздың күлімдеп, дұрысы түрдеп қақтың кезі. Әдемі жүрген қыздар ба мұны кезді? Бізде шашымызды қайырған болып сендер. Өмірге тұратыр. Дегендей, сол кездегі ұстаздарымыздың барлығына, Батабайға, Әлбаевқа, Дариға апам, Сабуроваларға құрмет. Ендігі кезек мектеп бітірушілеріне, мұна 40 жыл бұрын отырған бітіріп келген күні кешегідей әлі есімізде. Сендердің мектепке бітіріп, соңғы қоңырау деген залға қыстырып қойып, гүлдерге толы омырау, әркім әртүрліше ойлайды. Қағылмақ соңғы қоңырау, қақтырмай өмір қоймайды дегендей, кеше күні кеше ғана соңғы қоңырауды қаққан кезіміз әлі есімізде. Сендер шығарды. Міне содан бері балдардың жақсы өсіп білім алдыңдар, жақсы қожалық сіңбе болыңдар, жаңа апамыз айтқанда. Әдемі тым жақсы күйеулер келіп тұр. Қосылғандарыңмен қосылғаныңдар, бақытты болыңдар, өсіп өніңдер, бір-біріңменен сөйлесіңдер. Бұдан соң 40 жылдан соң 50 жылдықты, 60 жылдықты, 100 жылдықтарды өту барлығымызға нәсіп етсіңдер. Мектептерімізге қош келдіңдер. Бізді сыйласаңдар, сіздерді Алла сыйласын. Мектеп бітірген, бітіруші, бітіргендеріне 40 жыл болған шәкірттеріме айтатын сөзім. 40 жыл бұрын нұрға толып жаныңыз, арман қуып кеттіңдер ғой бәріңіз. Уақыт өтті, 40 жылда кездестік, бас қосуға арналады жырымызбен әніміз. Кетсеңдер де барлығыңыз есейіп, бар қызығын өмірдің бір кешейік. 50 жыл мейлі, 60 жыл, 100 жыл өтсе де амандық пен қуанышта кездесейік. Меруерт толы, маржан толы көңілден, бар бақыттың әсем әні төгілген, дүниеге кіргіш болып қаламыз, орныңызды тауыпсыңдар өмірде. Бір ұядан түле ұшқан құстарсыз, жақсылыққа, адалдыққа құштарсыз, еңбекпенен тіршілікке сән берің. Біз сендерге жол көрсетер, бақыт тілер ұстарсыз. Мына бүгінгі 40 жылдықты ұйымдастырып отырған Карл Маркс атындағы нөмірі 24 мектептің мұғалімдер коллективіне, оқушылар коллективіне, Әмудария аудандық оқу бөліміне, Қарақалпақстан Республикасының білім беру бөліміне, Әмудария әкімиятына, Сегізінші ауылдың Бестау елінің халқына барлығына рахмет. Табыс болсын, аман болың, саушылықта, сау саламат көрсетті. Құрметті ұстаздар, міне бәрімізде бір тілектерімізді естік бәріміз. Әлде
бар. Сол мерекеміз өтіп жатқанда да тілектеріңді айтасыңдар, бәріне сөз беріледі. Енді мына бүкіл түлектердің атынан мен бір тілек айтайын деп тұрмын. Бәрі класстастарым, құрдастарымның атынан осы келіп жатырған сіздердің өмірлік нәрлеріңді беріп, білім беріп, бізді осындай дәрежеге жеткізіп, осындай адам қылып тәрбиелеп, адам болмайсың деген Балтабай ағадан адам болып бәріміз қатарласып отырмыз. Енді мына түлектер, ұстаздарым бәрі отыр, түлектерім бәрі орындарынан тұрып, бір иіліп сәлем берейік ұстаздарымызға. Осыдан бастайық. Сіздерге көп тағзым еттім. Сіздердің білімдеріңмен біз адам болып отырмыз. Екінші, осы Қармаров мектебіне аз да болса көптен көріп, бәріміз жинаған подаркамыз бар еді, соны беріп алайық осы жерде. Сонан кейін концерттік бағдарламаларымызды ары қарай өткіземіз. Дұрыс қой? Bizlerden keyifli jaz şakirtlerimiz şakirtlerimiz bilim alsın diye buna mektepke osundaki dostluk verip жатырмыз. Mınау ayağı құрастырып аласыздар ғой өздеріңіз. Маркерін бір жылдық кететін маркерін бірақ өшіру үшін бәрін алып, сол концерт бағдарламаны бастай беріңдер. Ұстаздарға сыйлықтарымызды кәфеде береміз. Бәріміз келіп тамамыздар. Жұлдызын жарқыратып жандырғаны, 40 жыл 40 көктем 40 жазда сан түрлі болды олардың тағдырлары деп бірінші нөмірімізді 3-ші А сынып оқушылары ұстаз Ана Қосығына береміз. Ustazına, ustazına,
Не байлашайын ба? Ағалардан. Жете шықса, сенен актив жоқ. Лағаш, шық. Ал біреу. Шық, Зина шық. Бақтияр шық. Oldu mu? Yok, şarj zayılmaz. Маған берген сұрау, қаз, адам, қарақат, осы үшеуін не байланыстырады дейді. Осы қаз, адам, қарақат дейді. Бұл үшеуін не байланыстырады? Қаз да, қаз. Енді бұл үшеуін мен ойлаймын, мына дүниеде, мына жерде жасап атқан Хауа, мына дүния байланыстырады деп ойлаймын. Осының үстінде дүниеде жасап атыппыз ғой бізде. Соның үшін Хауа, мына дүния байланыстырады деп ойлаймын. Мына дұрыс екен яғни бұл. Мен сөйлеп ойлаймын. Мына дүния жер, Хауа, су, соны байланыстырады. Бұл логикасында қойған шей жауабы А әрібі. Қаз, адам және қарақат. Осы үшеуін не байланыстырады? Жауабы А әрібі. Мен қате. Бағасы қанша? Екі? Өзім айтам? Келесі сұрау, тыңдай. Оқушылық дәуірімізден қызықты уақиялардан айтып беріңіз. Менің бір есімде қалғаны класс жетекшіміз еді. 75 жылдардың шамасы 5 класстарымыздың уақытында Жұмабай класс жетекшіміз 23 февраль Совет армиясы күні подарка берейік деп ойластық. Есіңде ма? Не әпергеніміз есіңде ма? Зәуре апа буфет ашады мектептің әрігіректе. Ол үлкен адам қой деді Зәуре апа ішті. Ауылдан Мағдыққа неге баратығын ол кезде көлік те жоқ. Мен балдарды әзірден жібере бермейді. Үйіміздің іші Зәуре апаға айтамыз. Балдарды, мұғалімдерді құттайтын болсақ зат әкеп берді. Ақша беріп жіберсек әкеле алмаған. Өзі пряник, сушки, печенье, вафли сататығын еді. Біздерге макаронның сыртында мынандай қағаз қалта болатын еді қабатқа. Соның бір жағын жыртып алып, ішіне қылалап, салып. Қылалап, салып бір 5-6 кило болды ол біздердің жиналған ақшаға. Сөйтіп, оны класс жетекшімізге апарып бердік. Ол кезде таласамыз, осы қайырдың газетті. Талас, мен берем деп берді қайыр. Одан кейін оны деп берді, подарка алып кетті. Ол кезде кеңсені білесіз ғой. Бір-екі шана көне мектеп қапталда кеңседе жаңағы қамап қоятын ящик бар дей беретін еді. Қорқытып қараңғы ящик деп. Жұмабай аға келіп тұрды классқа асығыдан кейін сабақ бітті келді. Зейнеберге қорқып кетті. Мен дана ящик келмейді. Кеңсеге апарып ешкім жоқ екен бірақ. Не мынауыңыз деді. Әзіз аға, сіздер жүріңізге қарап отырмай, мазақтапсыздар мынау не деді. Сенің есің бар деп
ғой, не жағанымыз мағыздар. Дым болмаса бір открытка беріп қоя қойсаңыз болады ғой деді. Шай ішсін деп еді. Сөйтіп айтты, Зәуреға айтты, үлкен адам, сізде жұмсақ, мынандай заттар жақсы болады, елменен барып шай ішеді дегесін ала қойды ғой. Оған мен үшін қызық түсінемін білмеймін. Патша қайтыс болғаннан кейін оның ұлы не болады дейді? Тынышы. Патша қайтыс болғаннан кейін оның ұлы не болады дейді? Кім болатын шығар, не деген ол? Зат қой ол. Патша әкесі қайтыс болса, ұлы жетім болатын шығар? Мен қазақ әдебиеттен беске оқыдым, Айзаға. Бес қоятын едіңіз, қайтыңызшы. Өте үлкен қазан дейді. Оған бәрі зат сияды дейді. Тынышы. Жетім деген не сол ғой енді? Құрай ма? Бес ауыл барда енді. Өте үлкен қазан дейді. Үлкен қазан. Той садақадағы қазан. Соны дейді, оған бәрі зат сияды дейді. Бір нәрсе сыймайды. Екі қойдың басы бір қазанға сыймайды. Ол не зат? Бес ба? Дұрыс па? Тұра берсеш, тұра берсеш. Айта алмай қада екі ағай. Болды ма? Құрметті шәкірттер, ұстаздар, біздікі болғанменен басқалар қолданатын нәрсе. Бұл мен ойлап отырмын, бұл мектепте біздерде оқыдық, біздікі болды. Бұлары кейіннен басқаларда оқымады басқалар. Менікі или білім, или мектеп olsun. Өзіңізді меніміз. Енді иә, ол мектепте енді общий нәрсе. Бәрі де ұқсайды. Шешіп атқан балаларға құрмет. Жетен көзі бұрыннан бес алатын еді. Ол ана неден, кенеден бес алатын. Осыны байқамай кетсін білмеймін. Бітті ғой мына.
Қыз едің бір кезде, шашың ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде. Көркіңе көз тастап ойланам, өзгеріп кетіпсің бұл күнде. Көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың
қандай жаның шынарым-ай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай жол жатыр шақырып алдыңда өмірге ұсынып шаттығын білмеймін бой жетіп қалдың ба шашыңда ақ бантик жоқ бүгін білмеймін бой жетіп қалдың ба шашыңда ақ бантик жоқ бүгін нұрлы бейнең қандай жарқын арманысың қандай жанның шынарым-ай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай жылдардың еркіне бағындың жылдарға қол создың жан құрбым белгісін балалық шағымның айтшы сен қай жерде қалдырдың белгісін балалық шағыңның айтшы сен қай жерде қалдырдың нұрлы бейнең қандай жарқын арманысың қандай жанның шынарым-ай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай сен мөлдірсің еркем тау бұлағындай саған бақытым сияқтанып аю туып келеді қияқтанып жолы жаққа қараймын сен жоқсың арайлым шәкірттеріміз Өзбекстанның, Қазақстанның Болсын қадамдары, жәде бір мәсе қызларың. Сау, және. Тақылы жасап, мына балаларым біздердің жасымызды беріп, ұсынарам бақытлы тақылы жасап кеткей, ақылықлы, шаулықлы болғай бұларам. Енді барлық атта біріншісі ұсындай болса, кейінігі бақытты болып, хаммен ақыларында жақсылықта тойда көрсейіп жүріп. Көзіңде уәделі кезіңде
басып шалқып басып құрбылар барады қолтықтасып тағатым таусылды аңсадым даусыңды кешікпей келем деп ең мен тұрмын елеңдеумен тағатым таусылды аңсадым даусыңды
бүткеруші 40 жыл толған түлектердің бүткерушілердің аттарынан мына азғантай болса да осы мектепке соғамыз. Қабыл алғайсыңдар, аз болса да көптей көр. Құдайым жақсы, елімізге елеулі халқымызға қалаулы азамат ұл-қыздарды жеткеріп, сол атымыз шығып, бір елге елеулі адамдар бола берін құдайым. Мектебіміз білек көрсетпеймін. Сізді сыйлаймын. мұғалім, одан 64-тен бер 88. Иә, өмірінің ақырына дейін осы жерде директор болып өтті. Осы сонша шәкірттерді осы жерде өзімізде бар, соларды даярлап, мына кісі шәкірт. Содан кейін біз Әділбайғадан кейін мен болдым 18 жылы, 2018 жылы оны атқарып болдым. Сондай. Мен мына балаларды оқыттым. 71 жылы мұғалім болып келдім осы мектепке. Сондан 75-76 жыл тұрмысқа шығып кеттім мен болса. Сол жерде Артелбаяға жариліп, Артелбаяға, Жеткелбаяға бар еді. Ешімбет. Раяпа бар еді. Орынбаяға бар еді. Ердосов Орынбай. Солармен бірге істестім бәрі. Азыр қарасам бәрі кеткен итсіз ауылға қарап. Ендігі жағында Құдайым енді мына балалар біздердің ізімізде қалған, жеткеншектеріміз ізімізді алғанына Құдайға мың қатла шүкір етемін. Құдайым бәрі де біздердің ізімізді қуғандай болып, мұғалім болып жетсіп, біздерде 40 жыл істеп, жаңағы пенсияға шығып, балалардың алдында осындай болып шалқып жүре берген Құдайым. Амин. Рахмет, міне келіп атырған екен сыйлап, Құдайымыз әулетіне жалғасып атыпты, өмір өсіп атыпты. Міне бақтар мінекей
біздің мектебімізге келіп сондай тәржім етіп, ата-аналарын еске алып, ұстаздарын еске алып жатыр. Құдайымыз қалған жағын сіздер бақытты, тақтылы, дәулетлі бір перзенттер болып, сол еліміздің Алларыңыздың алдында рахатын көргеніңіз. Осы жерде тәлім тәрбие берген, 1-ші класстан бастап әрпін үйреткен ұстаздарым, Құдайым, аулақтары риза болғай, Құдайым, жайлары жәннетте болғай, Құдайым. Құдайым бар уақытта амандыққа, жақсы күндерге келгеніміз бұл жерлерге келсек. Мына ұстаздарым болып, мына таза болып атқан ұстаздар, мына жақсы ерге келеулі, қалқа қалаулы азамат ұл қыздарды тәрбиелеп, елімізге бір жақсы үлесін қосқандай азаматтар тәрбиелей беру. Құдайым, шаршамаңдар, Құдайым. Біздердің мына жағдайы сіздерге ұрық бағышлар, ұрық бағышлағай, күш бағышлағай, Құдайым. Жылда сіздердің түпкерген оқушыларын осындай етіп, сіздерге ұрық беріп кетпей деп тілеймін. Отбасыларың аманшылық, саушылық, кішкентайлар ырысқады, меншігілік болсын. Алла тағала жақсы тілектеріңді берсін. Кішкентайларды нан сабатыр қылып тәрбиелей берсін. Баласы жақсы бар. Қалайсыз? Шүкір Аллаға. Сауықтарыңыз жақсы ма? Жаман емес, шүкір Аллаға. Бар екенсіз ғой. Мен ренжіп отырмын. Сонша жыл жаңағы 63-тер бергенде барып едім. Неге мына 63-тер? Гүлмираның қызын ұзаттық. Жақсы болды. Қытайдан келген қазақтар екен. Ақын тараның ауылында екен. Отыр. Шақырғанда да, небірғанда да басқыла болып отырдым. Басқыла болып отырдым. Үйге бата бердім. Мира есігімнің алдында тұрып алды. Аға сен бармасаң кім барады деп. Арқалап соны баққан барып, қызым еді. соған барып беріп. Балдар келді ма жаңа? Келіп кетті ма? Жаңа балдар келіп кетті ма? Шапаныңды берді ма? Бер жіберіп еді. Шишаға шығып кетті. Шишаға атырам кетті ма? Так, сосын Түркменбай Көлбаевты жазып шықтым газетке. Көрдің ба? Түркменбайды шығардық термесіменен, суреттеріменен. Мен әділгерде бос жатқаным жоқ, сондай жазып жатырмын. Жұрттың бәрі келіп батасын беріп жатыр. Хабар шықты осы. Қопаңдап қойдым. Қалай денсаулық жақсы болсын деді ма? Бағана ғана батты ғой. Аман-сау арқалаған қызым еді. Бағана бір айтып кетіп едім. Раз болмадың Құдайлардың бары. Маңдай нағашыларың бар. Ал онда жүрейік әзіз аға. Аралас жақсы. Болады араласам. Кеше жақында ана кішкентай қыз келіп кетті үйге. Ал батаңды бер бізге. Отбасыларың аманшылық, саушылық болсын. Көпелерің арыс қалды, несібелі болсын. Алла тағала жақсы тілектеріңді берсін. Көпелерді, кішкентайларды нан табар қылып тәрбиелей берсін. Бибрама, келші суретке. Бір телефон.
Şaşkına satıp attık kızlar. Şaşkına yesin bıraktılar bastayın. Var mı aziyet? Tamam. O Ayşe'de ben de. Hayır.